бір командамен барғанда да ол вообще бөлек. Сені қарсы алғанда уже дейтін автобус күтіп тұрады. Бізде барып жүрміз ғой шетелге, автобус то самолеттен алып қоямыз, ана сағаттар дейтін 4 сағат, бір 15 сағат, то тағы бір бір экскурсия жасап тағы қалып қоямыз да. Мұнда каждый бәріміз бросить болды, бәріміз санап, бәріміз отырғызып, бір адам қалмайды. Мұнда деген бір жақсы, сен тек бүйтіп алып әкеледі де, соңыңды алып кетеді, кәдімгі қасықпен аузына салып отқан сияқты да. Чемоданымыздың бәрін балдар тасып жүреді. Иә, көрдіңіздер ме? Сондықтан дейтін, егер де мысалы дейтін, сондай мероприятияға сіз обязательно баруыңыз керек. Даже ол дейтін наставник айтпайды. Сіз уже директорлар өз алдына 15% өз алдына, 12% өз алдына осы мероприятияға барсаңыздар, жаңағы сіз дейтін уже бизнес құрасыздар. Обязательно, потому что ананы көргеннен кейін сіз дейтін спокойно өмір сүре алмайсыз. Ол ананы көргеннен кейін сізді покой бермейді. Сен нағылатсың деп да, сен жата алмайсың, ұйықта алмайсың, жүре алмайсың, отыра алмайсың. Тек ана істеп, мен дейтін өмірін өзгерту, балдардың өмірін өзгертуім керек да. Мен жағдай жасауым керек деген сияқты, сондай сіздерге не болады? Короче, миыңыз өзгереді, ана күнделікті андай отырасын, тамақ пісіріліп тұрып, ақ постель, бәрі күшті да, сахнаға шығады, адамдар құттықтайды, марапаттайды сіздерді. Айтайын дегеніміз сол, біздер қазір сол өмірге жеттік, қазір кезінде бәріңіз білесіздер. Мен жай ғана біреудің сатушы болдым, дүкенде сатушы болып жұмыс жасадым, стройкада штукатур маляр болып жұмыс жасадым, зауытта токар болып жұмыс жасадым. Менде диплом жоқ, диплом болмаса да қазір мен деген миллионермін, да? Оған қарамайды, адам оказывается өзінің ойын өзгерту керек. Сен дейтін оқыдың ба, оқыдымадың ба, жасың, оған да ештемеге қарамайды. Тек сіздің жгучий, сильный желаниеңіз болу керек. Егер сондай желаниеңіз болса, сіз бәрін де істейсіз, қопарасыз, бәрін де жасайсыз. Біздер көрдік, ана 72 жастағы үлкен әже сахнаға шықты. Көрдіңіз бе? Енді мына жаңа путешествие туралы кішкене айтып кетейін. Мен сіздерді түсінем да, потому что мен ешкімге ренжімеймін. Өзімде директорлар бар, 200-дің ішінде директорларым бар. Мен оларға ренжімеймін, потому что мен де сондай болғанмын. Неге десеңіздер, ең бірінші Сингапур, Малайзияға бергенде маған путевка, мен айттым, а можно деньгами деп, потому что мен дейтін, ондай өмірді көргенім жоқ, ешқайда барғаным жоқ. Маған Москвадан звондайды, Балжанай, сіз дейтін, осындай Сингапур, Малайзия, Ланкави, сол затты орындадыңыз дейді да. Маған и так күшті, мен золото болып ақша алып жатырмын да. Сосын мен айтам, мен ондайды көрген жоғым ғой. Сосын айтам, а можно деньгами, я не поеду дейді. Жоқ, Балжанай Бурановна, сіз заслужили, барыңыз, көріңіз деймін да маған. Мен анайды ақшадан до того қиналғасын, сондай да, ақша жаман мен қинап тастағасын. Ана ақшаны алғым келіп тұр, енді золото дейді, ақшам бар ғой такта. Анан тағы ақша деп алғым келіп тұр ғой. Содан кейін бардық қой енді Сингапурға. Енді біздерде Оралда 40 градус, прям салқын, ыстық, үстімізде не? Енді жылы киім, анда барғанда Индийский океан, 40 градус ысы, шубын шештіп, Индийский океанға түстік. Қыста бардыңдар ма? Ноябрьде бардық. Ноябрьде бізде сап-салқын. Анияқтан жаз жанып тұрған ноябрьде Сингапурда. Сосын репортерлар дейтін, біздерде снимать етеді, келіп. Қалай демаласыңдар деп та. Сосын дейтін, мен жатып алып бейдеген ғой. Ой, я так хочу жить. Дегенмі ғой. Сосын қасында Наташа айтады, ей, сен ақша деп көрдің бе? Мен білмеймін ғой деймін да. Сондықтан мен ренжімеймін, потому что менің директорлерім, менің лидерімді да білмей жүрген шығар. Анандай өмір бар екенін білмеймін. Мен содан оларға ренжімеймін. Бірақ біздер енді, менің наставнигім айтқан жоқ. Мысалы маған жүр деп. Біздер енді, мен білесіз ғой, мен наставнигім, ол кісі деген өзі жаңа келді, өзі де білген жоқ. Біз келгенде ешқандай обучение болған жоқ. Маған Балжанай, сен неше адам алып барасың путешествиеға, неше адам сабаққа шақырасың деп ешкім айтқан жоқ. Потому что маған керек болды, мен жасадым. Білесіздер ғой, маған ешкім айтқан жоқ. Офисқа кел, сабаққа кел деп ешкім айтқан жоқ. Ертең поездка болады, ертең сен неше адам апарасың, маған ешкім айтқан жоқ. Адамда бір жүр деп ешкім айтқан жоқ. Маған керек болды, мен іздендім, не болайын деп жатыр компанияда, мен де барайыншы деп. Көрдіңдер ме? А сіздерге айтып отыр, шақырып отыр осы жерге.
неужели мысалы деген біз ретінде үлкен адамға сол сен ақша тап жүр өміріңді жақсартып біз неге айтуымыз керек? Ол адам өзі үшін ғой, істеу керек қой да. Мен өзім үшін бардым, жұмысым істедім. Сондықтан ойланыңыздар. Сіздер алда жүруіңіз керексіздер. Мысалы Тәрбие апа қандай поездка болайын деп жатыр, қандай семинар болып жатыр, қашан сабақ болады, не істейміз? Давайте былай істейік, давайте флешмоб істейік, давайте былай істейік, давайте бірдеме істейік деп, сіз наоборот дейтін артынан. Менің қыздарым мына покой бермейді. Қазір мен демалайын десем, бүйтейік, сөйтейік, мына мальчиктер Гүлнарлар. Давайте мынандай ұйымдастырайық, бүйтейік, сөйтейік деп, арттан уже менде астымнан. Көрдіңіздер ме? Қазір сіздің миссияларыңыз халыққа болсу, табыс жолын көрсету, адамдарға болсу. 200 директорым бар, олар маған рахмет айтады. Жағдайын жасады. Біріншіден, кредиттерін жапты, үй салды, балдан шетелде оқып жатыр. Біздер сауап алып жатырмыз. Сіздерге сауап аласыздар, адамдардың жағдайын жасатқанда. Сіз сондай оймен айтыңыз. Не то, что былай немес кейбір, ой, мен ол кісіге қалай айтам деп, да? Мен айтам, сіз наоборот, ол кісінің жағдайын жақсарту үшін айтып жатсыз ғой, сауап аласыз ғой. Ертең ол директор болып, үйіне 21 күнде ақша кіргізсе, ол кісіге не лишний болмайды ғой. И так-та ол ақшасын ана дүкенге барып құйып жатыр да, өзінің ақшасында. Керек емес, мысалы, керек затты алады, бірақ оған ешқандай пайда жоқ. Сондықтан біздің бизнес өте жеңіл. Оның бәрі сіз күнделікті жасап жатсыз. Біреуді байытып жатсың, дүкенге, ана дүкенге, мына дүкенге товар алып жатсыз. А мында сіз өзіңізді байытсыз. Сондықтан сіз ойланыңыз. Ойланыңыз да жұмыстаныңыз. Бұл керемет. Мен деген вообще енді кезінде бастағанда ұйықтардың алдында билейтін едім. Ұйықтардың ертең мен неше адамға фабрик туралы айтам деп, да? Неше адамға, таңертең неше адамның жағдайын жақсартам, неше адамға мынаның дейтін табыс жолын айтам деп, солай деп мен жатам. Ал сонда сіз дейтін бизнесті жаңа жеңіл жасау керек. Жеңіл жасасаңыз, сіз өзіңізге де жақсы болады. Ол адамдар міне отырды, егерде біздер үйде жатып алсақ, ой, Ақтауда ыссы, квартира снимать ету керек, то үйде мына комфортта, неге жатпаймыз, Оралда прохладный үйде деп, да? Если біздер мына жаққа келмесек, да? Мысалы дейтін, қанша адамның осы Ақтауда 100 директор бар ғой, 100-дің үстінде, да? Біздер ол адамның жағдайын жасамайтын едік, да? Мысалы, бизнес айтпайтын едік. Мынандай ешкім болмайтын еді. Мен баяғы сол дейтін, біреудің затын сатып, процентке баяғы дүкенші болып жүретін едім, да? Сатушы болып. Енді баламды айтам ғой, келінді әкеле сал, қызымды баташермен бере салам ғой, сөйтіп, да? Енді өзім сол баяғы біреудің мақсатын орындаймын. Егерде айтады ғой, егерде сенің мақсатың жоқ болса, сен біреудің мақсатын орындайсың деп. Ал мен дейтін, бір кредит алған жоқпын. Баламды үйлендірдім, тойын мынандай қылып жасадым. Тәрбие апа келіп тойға. Бір тиын қызымды тұрмысқа бердім, бір тиын алған жоқпын. Кредитке. Бәрі фабриктің ақшасы. Ешқандай мен үлкен особнякта, бүгін Тәрбие апаның үйінде болдық, қандай керемет элитный үйде. Менде 2 этажды үй, тоже. Жаңа Гүлнар айтты ғой, уж ол 2 үй алып, біреу офис, біреу аренда төлеп отқан жоқ. Менде өзімде 2 этажды коттедж, астында машина. 50 жаста мен дейтін рөлге отырдым. Фабриктің ақшасына машина 50 жаста. Егерде мен 30 жасымда маған айтса, Балжана сен 50 жасқа толғанда рөлге отырасың десе, мына кісінің басы тимейді деп ойлайтын едім, да? Оказывается, мына бизнесте тек қана ақшамен бай болмайсыз, рухани бай боласыз. Ештемеде қорықпайсыз, бесстрашно болады екен адам деген. Мен рөлге отырдым 50 жасында. 45 жасында осы теңізде жүзіп үйрендім. Осында келіп, көрдіңіз бе? Сондықтан тек қана ақша емес, мында сіз дейтін, как личность, кәдімгі дейтін, өздеріңізді бар ғой, мынада стержень появляется. Рухани таза боласыздар, тап таза боласыздар. Тек адамға жақсы болсын, осылар байысы, осылар өзгерсе екен деп, тек жақсы, каждый адамға. Ешқандай бізде өсекті айтпаймыз. Біздің әңгімеміз фаберлік. Адамның өмірін жақсарту, ойымыз сол тек қана. Енді сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, сондықтан бәріңізде лайықтысыздар.